Армысыздар, қадірменді көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласындағы тарихы өте тереңде жатқан білім мекемелерінің бірі Хамза атындағы нөмір 2 жалпы орта мектебінің директоры Диметова Дилбар Абдразақ қызы. Жалпы бұл мектептің тарихы бір ғасырдан асады. Түркістан қаласындағы ең көне мектептің бірі екен. Осы мектептің басшысы ретінде жалпы екі тілде білім беретін білім мекемесінде биыл тағы бір оқу жылы аяқталуға таяу. Биылғы жоспарларыңыз өз деңгейінде орындалып жатыр ма? Осы мектептің тыныс тіршілігіне тоқталып өтсеңіз бірінші кезекте. Рахмет, қош келдіңіздер біздің тарихи мектебімізге. Биылғы 2021-22 оқу жылы дәстүрлі форматта өз жұмысын жалғастырып жатыр. Сондықтан біздің осы оқу жылында жоспарлаған барлық жұмыстарымыз өз деңгейінде өтті. Атап айтатын болсақ, оқу саласында, тәрбие саласында, шаруашылық саласында, барлық салаларында атқарған жұмыстарымыздың барлығы жалпы өз деңгейінде өтті. Оқу процесіне келетін болсақ, жалпы биылғы таңда мектебіміздің 800 оқушы бар, 67 сынып комплекті бар. Қазіргі таңда 165 педагог қызмет атқарады. Жалпы мектепте 210 техникалық қызметкерлермен қоса 210 қызметкер жұмыс атқарады. Сондықтан қазіргі таңда біз атап айтатын болсақ, оқу процесіндегі жалпы білім беретін пәндік олимпиадалар, интеллектуалды олимпиадалар, жалпы республикалық деңгейде, облыс деңгейде өткізілетін барлық іс-шараларда мектебіміздің мұғалімдері, педагогтары, оқушылар белсене қатысып, жүлделі орындармен оралуда. Атап айтатын болсақ, жыл сайын өткізілетін жалпы дәстүрлі оқушылардың пәндік олимпиадасында мектебіміздің 28 оқушы қалалық олимпиадада жүлделі орын иеленіп, соның 6 оқушы облыстық олимпиадаға жолдама алып, соның 4 оқушы жүлделі орынмен оралды. Тағын бізде бір жақсы жетістігіміз бар. Атап айтатын болсақ, ғылыми жобалар жарысында 11 сынып оқушысы Алиев Шолтамұрат деген оқушымыз Түркістан қаласында ғылыми жоба бойынша бірінші орынға иеленді. Түркістан облысы бойынша бірінші орынға иеленді. Түркістан облысына республикаға қатысып, алғыс хатпен марапатталды. Ол да біз үшін үлкен жақсы жетістік. Жыл сайын дәстүрлі өтетін оқушылардың өнер фестивалында 8 жыл астам шамасында оқушыларымыз бас жүлде және бірінші орын иеленіп келінді. Осы жылда біздің оқушыларымыз жалпы қалалық өнер фестивалында жүлделі бірінші орынға иеленді. Атап айтатын болсақ, биылғы жылы 11 сыныпты 78 оқушы бітіреді. Соның 8 оқушы алтын белгі төс белгісіне үміткер, 7 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер, 9 сыныпта негізгі орта мектепті аяқтау бойынша 32 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер оқушылар. Алдағы уақытта мемлекеттік емтихандарда осы оқушылардың барлығы жақсы нәтиже көрсетеді деп сенім білдіреміз. Өткен оқу жылымызда жақсы болды. Өткен оқу жылда бізде 16 оқушымыз алтын белгіні ақтап жақсы нәтиже көрсетті. 78 оқушыдан 60 оқушы ұлттық бірыңғай тестке қатысам деген ниет білдіріп отыр. Сондықтан ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесі алдағы уақытта жақсы болады деп біз сенім білдіреміз. Биылғы жылы өте үлкен жетістіктер болыпты. Мынау бір мектептен 8 бірдей алтын белгі үміткерінің шығуы да бұл үлкен еңбектің, жүйелі жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Осы тұрғыда мұғалімдердің біліктілігін арттыру, 165 педагог кадр еңбек ететін білім мекемесінде осы бағытқа өзіңіз басшы ретінде қалай көңіл бөліп жатсыз? Біз негізі мұғалімдерге келген жас мамандарға да әдістемелік көмек беруден бастаймыз. Содан мұғалімдердің біліктілігін арттыру бойынша жоспарлы негізінде жұмыстар жүйелі атқарылады. Келген жас маманға білікті тәжірибелі мұғалімдер бекітіліп, тәлімгер мұғалім ретінде жұмыс атқарылады. Негізі барлық атқарылатын жұмыстарымыздың нәтижесі бақылау мен басшылықтың нәтижесі арқасында. Өзіңіз енді басшы болғаныңызға қанша уақыт болды осы білім мекемесіне? Жалпы алға қойған негізгі жоспарларыңыз қандай? Бұдан кейін де білім саласында қандай өзгерістер, қандай жаңашылдықтар? Қазір енді педагог мәртебесі деп жатырмыз. Білім саласына өте үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Мұғалімдер мәртебесі оның ішінде басымдыққа ие. Осы бағытта өзіңіздің ұстанған басты мақсаттарыңызға тоқталып өтсеңіз. Негізі басты мақсатқа тоқталатын болсам, мен өзі 28 жыл педагог бар педагогпын. Соның 12 жылында мен директор орынбасары қызметін атқардым. 2020 жыл қазан айынан бастап осы Хамза мектебінің
директор лауазымына конкурс негізінде қатысып, директор лауазымының жұмысын атқарып жатырмын. Негізі атап айтатын болсақ, алда жұмыстарымыз өте көп. Педагог мәртебесі туралы заң қабылдалғалы бері мұғалімдердің мәртебесі, мұғалімдерге қойылатын талаптар, білім оқу процесі тарапынан күшейтілді. Дегенмен мұғалімдердің қосымша қоғамдық жұмыстарға қатысу дегенне алып тасталды. Бұл үлкен жетістік, өйткені мұғалімдер барлық өздері тиісті емес шараларға қатысып, өздерге тиісті емес қоғамдық жұмыстарға қатысады. Баяғы уақытта, қазіргі таңда онда ешқандай жұмыс жоқ. Тек қана мұғалімдердің жұмысы бала мен ата-анамен жұмыс, оқу тәрбие процесімен жұмыс атқарылуда. Сондықтан да алдағы уақытта мына қазіргі таңда бізде 2022 жылы 5 маусымда референдум өткелі жатыр. Ата заңымыз конституция өзгерістер кірту туралы. Сондықтан барлығымыз осы 104 жылдық тарихы бар мектеп ұжымы зиялы қауым ретінде осы референдумға қатысып, барлығымыз жаңа Қазақстан бірге құрамыз деген ұранмен жаңа Қазақстан құруға барлығымыз өзіміздің азғантай үлесіміз қоссақ та, ол үлкен жетістік деп білемін. Бір ғасырдан астам тарихы бар білім мекемесі, яғни өзіңіз айтып отырған. Бұл жерде енді талай шәкірттер түлеп ұшқандығы белгілі. Осы мекемеден білім алып, бүгінде елге еңбек етіп жатқан азаматтар, осы мектептің мақтаныштарына да тоқталып өтсеңіз. Жалпы атап айтатын болсам, мектептің негізін салған бірінші зиялы қауым болған Сайднасир Мырзалиев деген кісі. Сосын оның қызы Зарифа Сайднасирова деген бірінші химик ғалым болған. Өзбек әйелінен шыққан, ол да осы мектептің түлегі болған. Тағын атап айтатын болсақ, Түркістан қаласында 4 кеңес одағының батырлары болса, соның 3-еуі осы мектепте оқыған. Расул Исетов, Файзулла Юлдашев, Құрбанбай Рысбеков осы мектептің түлектері болған. Социалистік еңбек иегерлері Ергеш Затыллаев, Майша Ябеновалар да осы мектептің түлектері. Тағын айтатын болсақ, кеңес одағы кезінде Өзбекстан министрлер кабинетін басқарған Мансур Мырзахметов деген кісі де осы мектептің түлегі болған. Жазушы ақын Насыр Фазилов, Адыл Яқубов, Мұхаммад Хайруллаев дегендер осы мектептің түлектері болған. Қазіргі таңда Түркістанның 80% несінде дәрігерлік саласында, педагогика саласында, техника ғылымдар саласында істеп жатқан шәкірттеріміз өте көп. Соңғы уақытта PG доктор диссертациясын жақтап, қазіргі таңда Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде істеп жатқан 2 түлегіміз бар. Екеуі де PG докторын жақтаған, екеуі де физика ғылымдарының докторы. Қазіргі таңда Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде жұмыс істейді. Біреу Құрбанбеков Шерзат деген оқушы, біреу Алиев Шерзат деген оқушымыз жұмыс жасайды. Тарихи білім мекемесінің бүгінгі материалдық техникалық базасы туралы не айтасыз? Енді өзіңіз осындай жетістікке ие шәкірттер тәрбиелеу жолында ол материалдық техникалық базаға да біраз нәрсе байланысты. Мынау ғимараттың ахуалы, компьютермен жабдықталу деңгейлеріне тоқталып өтсеңіз. Жалпы енді материалдық техникалық базаға келетін болсақ, мектептің мұны 3 қабатты басты ғимараты 1964 жылы құрылған ғимарат. Бастауыш 1 қабатты ғимарат 2001 жылы құрылған ғимарат. Дегенмен қазіргі таңда оқушының көптігіне байланысты бізде 3 ауысымда оқу жүріп жатыр. Дегенмен заманауи болмаса да қазіргі таңда мұғалімдерге барлық условиялар жаратылған. Компьютермен жабдықталған мұғалімдер бөлмесіне қазір білесіздер, журналда да электрондық жүйеге көшкен. 130-дан астам ноутбук бар. Үйде оқытатын балдарға да ноутбуктер берілген. 100-ден астам компьютер бар, планшеттер бар, аз қамтамасыз етілген отбасыларға беріледі. Кабинеттердің барлықтарына телевизор қойылған. Өткен оқу жылында біз пандемия кезінде, онлайн оқу кезінде біздің мектептің ұжымы онлайн форматта сабақ жүргізу барысында ең үздік онлайн мектепті деген байқауға қатысып, осы жерде бірінші орынға иеленіп, жылжымалы LED экранды жеңіп алған болатынбыз. Қазіргі таңда LED экран химия кабинетінде тұр. Біз осы 2021 жылдың соңында мектепке 105 парта орындық алдық оқушыларға. Қазіргі таңда мұғалімдер үшін керекті болған материалдық базаны жаратудамыз. Акт залымызға қазіргі керек болған LED экранды қойдық. Музыкалық аппараттарды барын жаңалап, өзінің несі бойынша жоспар негізінде барлық материалдық техникалық базаны сұрап, сондай алып атқан жағдайларымыз бар. Биыл 78 оқушы мектеп бітіреді, жалпы алтын ұямен қоштасады. Осы мектепте
мынау енді облыс көлемінде мынау бір жыл сайын айтылады мектеп бітірушілердің жалпы мынау серуендеу кештерін өткізбеу туралы. Сіздерде қалай болғалы жатыр? Биылғы мектеп бітіру шаралары қалай ұйымдастырылады? Оның форматы, оның кестесі қалай болғалы отыр? Осы кезеңді ұйымдастыруда бір қандай жұмыстар жүргізіп жатсыз мектеп басшысы ретінде? Енді биылғы соңғы қоңырау білім министрі Асхат Аймағамбетовтің тапсырмасы негізінде дәстүрлі форматта өтіледі деп айтылды. Дегенмен оның өзі бекітілген шаралар бар. Ереже негізінде бізге 10 күн алдын соңғы қоңырауын өткізу ережесі нұсқаулық келді. Ол да енді атап айтатын болсақ, тек қана мектеп линейкасы ретінде өтіледі. Жалпы тыйым салынған барлық оқушыларға, ата-аналарға тыйым салынған мынау машиналарда жүру, салтанатты кештерді ұйымдастыруға барлығы тыйым салынған. Сондықтан біз оның алдын алып, барлық сыныптардың ата-аналар мен ата-аналар жиналысы өткіздіріліп, барлықтарын түсіндірме жұмыс жүргіздік. Ол мәселе бойынша барлығын хаттама толдырып, ата-аналармен түсіндірме жұмыс жүргізілген. Енді соңғы қоңырау линейкасы салтанатты түрде мектептен 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бітірген бітіруші түлектер, мектепте зейнетке шыққан мұғалімдер, қала әкімдігінен, депутаттардан келген қонақтар, соның 9-11 сыныптар, сосын 1 сынып оқушылармен соңғы қоңырау линейкасы ұйымдастырылады. Өзіңіз тәжірибелі басшы ретінде осы мектепте жалпы 30 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан ұстаз ретінде өзіңіз айтып өтсеңіз, енді мынау кейінгі жылдары білім саласындағы өзгерістерді жете өзіңіз қалай деп қабылдадыңыз? Жалпы мұғалімдер мәртебесі көтерілді ма? Оңды өзгерістерді ұстаздар қауымы сезіне алып жатыр ма қазіргі таңда? Иә, оңды өзгерістерді ұстаздар қауымы сезініп жатыр. Өйткені баяғы айтқандай мұғалім тек қана білім берумен, білім тәрбие берумен айналысады. Ол мұғалім үшін үлкен бір жетістік. Тек қана уақытыны осы баламен, ата-анамен білім тәрбие беруге арнайды. Өйткені тағын айтып кететін жағдай, мұғалімдердің білімін жетілдіру бойынша қолжетімді. Онлайн бар білім жетілдірем десе де, офлайн бар білім жетілдірем десе, қай сала тәрбие саласы бойынша, сынып жетекшілік бойынша, пән бойынша, цифрлық құзыреттілік бойынша, барлық сала бойынша білім жетілдіруге қолжетімді қазіргі таңда. Сондықтан ол мәселеде үлкен, жақсы бізге берілген үлкен сый деп қабылдасақ болады, мұғалімдерге берілген. Бая уақытта қиын болатын, курстарға жіберудің өз қиын болатын. Қазіргі таңда оның барлық барғаны қолжетімді. Барып дәстүрлі офлайн оқиым десе де өзіне байланысты, онлайн оқиым десе де өзіне байланысты. Хамза атындағы жалпы орта мектебінде тәрбие мәселесінің оқушылар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, жалпы оларды біліммен қатар тәрбие беру бағытына қай деңгейде көңіл бөлініп жатыр? Білім саласында ең басты мәселе бұл тәрбие болып табылады. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп бекер айтылған емес. Сондықтан негізгі басты мәселеміз тәрбиеге бағыттап, жалпы үштік одақ деген құрылған мектепте мұғалім, ата-ана, оқушы деген осы үшті одақпен бірлесе отырып, мектептің қамқоршылық кеңесімен бірлесе отырып, мектепте әдеп комиссиясы деген комиссия бар, тәртіптік комиссия, кеңес деген комиссиялар бар, солармен бірлесе отырып, әрқандай құқық бұзушылыққа бейім оқушы, сәтсіз отбасы нелерін нақты өзінің дәл кезінде анықтап, соның барлығымен тиісті түсіндірме жұмыстар алып барылады. Қазіргі таңда мектепшілік өзіміз есепті тұратын оқушылар бар, дегенмен қалада есепті тұратын оқушыларымыз жоқ. Ол да біздің мектептің үлкен бір жетістігі деп айтуға болады. Биыл білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес елімізде алғаш рет мектеп директорларын ротациялау басталды. Енді өзіңіздің басшы ретінде ротацияға деген пікіріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Білім министрінің бұйрығына сәйкес басталды. Республика бойынша басталды, қала бойынша да келесі осы оқу жылдан басталады деген ұсыныстар айтылып жатыр. Сондықтан енді жақсы не айтылған ол жерде. Бір мекемеде 700 жылдан астам уақыт істеген басшы ауысады. Ол да бір жақсы, өйткені білім саласы төмен, коллективінде бір ұжымында бір кедергілер болатын ұжымға барып, өзің тәжірибеңмен бөлісіп, сол мектепке де сондай бір алдыңғы қатарлы мектеп болуға үлес қосады деген үлкен жақсы жұмыс деп ойлаймын. Өйткені тек қана бір мектепте бір бағытта жұмыс жасау емес,
басқа мектепке де барып өзің тәжірибеңмен бөлісіп, сол мектепті де алдыңғы қатарлы мектептердің қатарына қосу, ол жақсы жұмыс деп ойлаймын. Мен ротация мәселесіне оң көзбен қараймын. Екі тілде білім беретін Хамза атындағы жалпы орта мектебінде мамандар тапшылығы жоқ па бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда бізде тек қана өзбек тілі деген пән бойынша өзбек тілі мұғалімдерінің маман тапшылығы бар. Басқа пән мұғалімдері бойынша мамандар жеткілікті. Бүгінгі таңда мектеп ғимараты толық білім беру процесіне жарамды, бір жөндеуді қажет етіп тұрған нысандар жоқ па сіздерде? Енді жөндеуді қажет ететін деген бізде 2021 жылы бірінші қабат пен екінші қабат толық жөндеуден өткен. Қазіргі таңда біз сұраныс бердік. Мұны бастауыш ғимарат пен үшінші қабатты толық жөндеуден өтуге сұраныс бердік. Алдағы уақытта осы жас кезіндегі ремонт жұмыстарында ол да толық өзінің жөндеу жұмыстардан өтеді. Сұраныс беріп қойдық қойғанда. Білуімше мектептің бұған дейін өзінің мұражайы болатын тұғын. Енді бір ғасырдан астам тарихы бар мектепке бір болашақта бір туристік бағытта да осыны бір маршрутқа қосып, қалаға келуші қонақтарға бір көрсету, осы мектептің тарихын таныстыру бағытында жобаларыңыз, ойларыңыз бар ма? Өйткені мектеп бітірушілердің көбінесе қызықып келеді. Мектебіміздің мұражайы бар. Қазіргі таңда сөзім басында айтып кеттім, мектебіміз 3 ауысым оқуына байланысты мектеп мұражайы оқу кабинетіне берілді. Біз Адами Әулет Давудын басқармасының қосымша 300 орындық ғимарат сұрағанбыз. Оны енді алдағы уақытта бітсе, мына өзіміздің үлкен акт залыны үлкен мұражайға айландырып, сол алдағы уақытта Түркістан қаласына келетін қонақтарды өзіміздің мектебіміздің тарихымен таныстырсақ деген біздің де ондай бір жақсы бір мақсатымыз бар, алдағы қойған жоспарымыз бар. Сондықтан ол жоспар алдағы уақытта орындалса, барлығымыз үлкен жақсы жетістік болады деп ойлаймын. Яғни қазір ғимарат тарлық етіп отыр ғой? Ғимараттар, сондықтан қазіргі таңда 3 ауысымда оқуға мәжбүр болып жатырмыз. Сұраныс көп, ата-аналар тарапынан оқушы көп келеді. Сұраныс көп, мектепке деген балалардың оқушы аталарын беретін балалар көп. Сондықтан енді қосымша ғимарат карантин болған соң біраз жұмыстар кетіп қалды. Сондықтан енді алдағы уақытта оның еш жасалса, мына жерде спорт алаңдан 300 орындық спорт залы мен асханасы мен акт залы мен қосымша ғимараттың апызы жоспарлау сәулет несі жасалған. Тек қана осы сызба сызылып, сол экспертизадан өтіп, ары қарай облыс бюджетінің ақша неғылса, қосымша ғимарат салынса, ол бізге жақсы жұмыс атқаруды тағын үлкен мүмкіндік береді. Қанша орынға шақталған мектеп ғимараты негізінен? Біздің 3 қабатты ғимаратымыз 530 оқушыға арналған. Бір қабатты ғимаратымыз 200 оқушыға арналған. Ең керекті бізге осы мектептің қосымша ғимараты. Қосымша ғимарат болса, бұдан да жақсы жұмыс атқарамыз, Құдай қаласа, жоспарымыз көп, мақсаттарымыз көп. Сондықтан осы қосымша ғимарат салынып іске қосылса, біз әрі қарай талай шәкірттерді білім нәрімен сусындатамыз. Хамза атындағы жалпы орта мектебінің 104 жылдық тарихы бар білім мекемесіндегі жұмыстармен таныстырып, осы мектептегі жетістіктер, мұндағы мәселелер төңірегінде біздің арнаға ой бөліскеніңізге алғысымыз білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Дарынды да тәрбиелі шәкірттер тәрбиелеп шығару жолында еңбектеріңіз жандана берсін. Рахмет, сіздерге де рахмет үлкен.